кезек бойынша, нөмір бойынша біздің батырларды, біздің жігіттерді шақырсақ, Асхат, сізден бастайық, келіңіз. Саламатсыздар ма? Диана ханым, рұқсат болса, Сұлтаннан нені алсақ штатив? Ал, әрине. Мен, жасымыз енді 31-ге келді, сразу жаттай ала алмадым. Кәрекенсіз, сондықтан кішкене қарап тұрсам, қойып қоясыз ба? Әрине. Мәссаған. Біздің Асхат ұзағынан дайындалыпты. Ал енді өзімді таныстыра кетейін. Өлең шумақтарымен. Және содан кейін тағы бір сюрпризім бар. Артынан келеді. Ал, келістік. Ал, бісміллә. Бар өмірде ерлердің барасылы, әрқашанда жароның жарасымы. Ұлы Дулат Жаныстың ұрпағымын, Жанықұлов Асхатпын қанат ұлы. Бала кезден санама білім тоқып, сурет салып, сан түрлі кітап оқып. Жалғыздық тек Аллаға жарасқан ғой, Құдай қосқан жарымды жүрмін тосып. Ырзығы мол мақтанбақ нәсіптермін, болашақтан бағымды ашық көрдім. Банкте, әкімдікте қызмет еттім, ал қазір өз алдыма кәсіпкермін. Талмай тынбай бұл жолда еңбек еттім, биігіме тырмысып мен де жеттім. Бет әрлеу, ән айту хоббиім атқа міну, сән салонын кәсібін дөңгелеттім. Бағындырдым сан талай шыңымды мен, қадамыма көп халық үңілдінем. Дипломым дипломат, елші білсең, орыс, қытай, ағылшын тілін білем. Қосылайыққа көңілім ауып келер, осы жерде сән думан сауық дерел. Жар іздеймін ер басын қадірлейтін, Амирме қарындас тауып берер. Керемет. Жарайсыз, Асхат. Мен біздің қыздар қай жігітке жанкүйер болатын біліп қалған сияқтымын. Көре жатармыз. Ал енді сюрпризге кезек берсек, Түнде бүгін дайындалдым. Мен негізі жаңа айтып кеттім ғой, менің хоббиім бар. Мен сурет салам. Сол суретті түнімен салдым сіздерге көрсету үшін. Және соны кішкене бірнеше... Абылай ғой. Мәссаған, бұл ненің бейнесі? Бұл піл. Піл? Піл деген енді көп мағыналы ғой. Жаңағы доброта, гармония барлығын береді. Салмақтық, сабырлық ең бастысы, адамға керек заттар. Және бұл картина кішкене аяқталған жоқ. Мен қазір мына стразалармен аяқтасам осы картинаны, содан кейін аяқтағаннан кейін не үшін бұл суретті салғанымды айтып берем ашық. Ал, жарайды. Көмектесейін бе? Біздің Асхат негізінде креативке келген кезде өте мықты. Тұратын шығар, тұрады. Өзіңіз салдыңыз, бұл суретті? Тамаша. Біздің Ержан Асхаттан қорқайын деген сияқты енді айтып жатқан пікірлеріне қараған кезде. Екінші нөмір бізде кімде? Ержанда. Иә. Қобалжымаңыз. Асхатты қолдап жіберіңіздерші, қолы дірілдеп, сәл уайымдап қобалжып тұр. Екі көп последний. Бізге өтірік болсын бір дегенде шулап отыр. Ана, 4 шулап бір негізі бір сағат оқиын деп шықты ғой.
Осымен аяқтай саламыз ғой деймін, иә? Қазір аналар жабылмай қалатын сияқты. Көбірек молынан себіңіз. Жоқ, түнде істетті да, дайындап әкелесі сағанда болмас бет. Енді осы жерде соңғы нүктесін қояйын дегені ғой. Ал бұл картинаның қандай? Мынау бір тұрмады. Бұған Ержанның көзі тиіп кетті, сол үшін жабыспай жатыр Ержан. Бітірем ғой енді, аяқтаймын өзім соңға дейін, иә. Негізі мына жерде тағы аяқ жақтарында тастар болу керек. Қазір көп уақыт алмайын деп жасамадым. Тағы да әдемі рамкасы бар. Рамкасын бәрін қойып, енді өзім Инстаграм парақшама негізі бастапқы бір суммасымен аукционға осы картинаны қойсам. Иә, қазір мына жақта суммасын айтпай қояйын. Содан кейін бізді көріп отырған мейірімді жандар, қайырымды жандар болса, сатып алса осы картинаны. Және мен сол шыққан ақшаны осы бір емделіп жатқан сәбидің еміне берсем. Барлықтарыңыз куә боласыздар. Мен салып отырып ойладым да, сол сәбилер жайлы ойладым, ешқашан ауырмаса екен. Сол хотя бы бір сәбиге көмегіміз дейсің. Тамаша. Жарайсыз, Асхат, көп рахмет. Өте керемет таныстыру болды деп ойлаймын. Ал енді осы бір аукционға қойылатын картинамызды, Аблайға бере салайық. Аблай, мынаны ала салсаң. Рахмет, Асхат, ал ортаға біз Ержанды шақырамыз. Әдейі көрсетіп, мен Асхат сияқты емеспін деген жестпен айтып апардыңыз ғой, Ержан. Сізге еш нәрсе керек емес екен, Ештеңе керек жоқ, Мүмкін жеңісте керек емес. Жоқ, енді көрейік. Ал, жарайды. Өлең айтасыз ба? Не айтайын? Жалпы өзім таныстырып берейін ба? Иә. Қиын болмаса. Таныстырайық. Ал. Бірлікпен мына өмір қаламдашып, тірлікте жүрейікші қоғамдасып. Сәлемнен үлкен нәрсе жоқ емес пе? Алдымен алайынша амандасып. Мені бүгін тербетеді алтын далам. Өсиет айтып, мәпелеген еркебай атам. Баласымын ұлы жүзде Қусирақтың. Ерғазы, әкем аты Түлкібастан. Ешкімнен естіместен кесібінді. Келемін айқар ашып есігімді. Елікте еркелетіп ата анам. Ержан деп қойған екен есімімді. Қосылайық бағдарламасы елге мәлім. Жүргізеді Диана ханым салып барын. Осындағы қыз жігіттер аян бастан. Көтереді бағдарлама атақ даңқын. Өмірді өзгеше бір тәтті дейін. Сіздерменен жадырайын, шат күлейін. Бұл байқау біздер үшін бір мереке ғой. Бауырларым, сіздерге бақ тілеймін. Маған жеңіс, сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет көп. Керемет, өте әдемі. Бәрекелді. Рахмет, өзім шығардым, Диана ханым. Өзім. Тамаша өзі шығарған екен. Өзім шығардым. Осыны кеше қатты дайындалдым. Диана ханым деген жерін қатты ойландым. Қалай келтірсем болады, былай келтірсем болады. Енді шын мықты жеңсін. Бірақ мен жеңісті сатпаймын, Ержан. Сатпай қойыңыз, шын мықты жеңсін. Рахмет көп. Өте әсерлі, керемет болды. Иә. Бізде енді Хамрақұл кезекте. Хамрақұлдың қолында қағаз бар екен, соған қарағанда Сұлтанның, Ержаннан демек алыпсыз. Ержан енді басқалар барлығы жаттаған жоқ, мен жаттадым деп. Хамрақұл. Болмай қалды. Мен бүйтіп өзіме көп аманат қойдым, осыны қолдана беремін. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой. Бас киімді қарасаңыздаршы. Ама мына түрімді көріп мен балам емес те шықсын. Алар
Жында дайындалып кеттік, кәдімгідей дайындалмадық деп. Хамрақұл ұзағынан дайындалды ғой тіпті. Қобалжып тұрып қой енді. Қай, жарасып тұр ма? Өлтіресің оң. Олай болса. Ассалаумағалейкум халқым менің, бас иіп сәлем беру салтым менің. Сұрасаңыз атымды мен айтайын, Шүхретұлы Хамрақұл атым менің. Егемен елдің іші азатпыз ғой, бөлінбейік біз өзі азақпыз ғой. Қайтеміз танысқанда ұлтқа бөліп, бәріміз Қазақстан халқымыз ғой. Көрсетер күнді мейлі бағым ойды, жігіттен жеті өнер арымайды. Келгенім кеше болса дағы сынға түстім, ағайын күш атасын танымайды. Әлі де асу асып жетер едім, жарыста топты жарып өтер едім. Көрермен мені қолдап отырсаңыздар, сіздерді төбеме алып көтеремін. Рахмет. Рахмет халқым басшы бергенде. Саған да рахмет, Хамрақұл. 1, 2, 3 жігіттің таныстыруын тамашаладық. Хамрақұл өзі еңбектен қараңыздаршы, қолымен жазған екен. Асхаттың заманы дамып кетіпті, компьютермен терген. Иә, шимай. Ал енді бізде келесі кезекте 4-ші нөмірлі қатысушы, ол бізде Аслан. Асланды сырласудан шақырамыз, бірақ жарнамадан кейін қымбатты көрермен жалғастырамыз. Жарнамадан оралды. Қосай ханзадасының 1-ші кезеңі, бүгін ертең 2-ші кезең. Осы уақытқа дейін Асхат өзін таныстырып үлгерді, Ержан және де Хамрақұл. Ендігі кезек Асланда, бірақ әуелі Агатаның қолындағы кезекті белгіні көрсетіп алсақ. Агатада жаныңдамын. Ал Аслан, сізді тыңдауға дайынбыз. Бірінші амандасылайын, Диана ханым. Ассалаумағалейкум, тектелім, Алланың нұры жаусын деп тіледім. Мұна құйқылақтап, сіздер соққан шапалақты, уағалейкум, ассалам деп білемін. Диана ханым, қалайсыз? 2 күнде сізді қатты сағындым. Қатысушылардың алдында келмейді сөзден жаңылғым. Аманатын елімнің тұмар ғып бойға тағындым. Сары алтын түбі сабырдың, салғанын көрем тағдырдың. Сәтті күннің төсінде, қослайықтың төрінде алдыңнан бүгін табылдым. Жобаның ханзадасы боламын ба деп, көптен күткен ханшайым маған келеді ме деп, сайысқа бүгін қатыстым. Маңдайың күн, таңдайың жыр сүйген, өз бағымды көрерменге тапсырдым. Санияздардың сырымын, төрелерден тараған ұрпақтардың бірімін, киелі Зайсан жерінің топырағынан нәр алған жігіттердің бірімін, немістің ағаш кеңірдегін жұлған соғыстың ардагері Дуанбаев Төлегеннің ұлымын. Бір анамның нұрымын, бір Алланың құлымын. Атым Аслан, баршаңызға дос, қыздарыңыз болса, пожалуйста, басым бос. Керемет, маған өте қатты ұнады. Аслан, жарайсыз. Өзім шығардым кино. Өзіңіз шығардыңыз ба? Оның үстіне жаттап келген екен, қошеметтеріңіз болсын. Ең соңғы сөз тіркесі керемет. Осыған тематикаға байланысты біраз шығарған. Бірақ қыз келіп қойды, сондықтан сізді сырласуға шығарып салайық, иә. Керемет, 5-ші нөмір бізде. Ой, осы Темірландікі мен ұзақ күттім. Кеше үйде уайымдап отырып, Темірлан не істейді екен, қалай таныстырады екен деп ойлаған едім, ал дайынбыз. Бірінші кезеңден ештеңе завис етпейді ғой, отылу. Бірінші кезеңнен басталады барлығы енді. Негізі шын керек, өлең шумақтармен дайындалған жоқпын. Қысқаша өзім жайлы айта кетейін. Жоқ, шындықты айтқан тоже жақсы ғой негізі. Дұрыс. Ассалаумағалейкум, қазақ халқы, болады есімі Темірлан. Албанның ұлымын құрман әлмерек. Жалғыз анам әлделеп өсірген, ең тәрбиелі, ең инабатты ұлмын.
болашақта қазақ елінің азамат пен азаматшаларына барша көмектескім келеді, яғни президент болам. Мақсатым айқын. Және де болар елдің жігіттері бір-бірін батыр дейді. Жігіттер сендердің барлықтеріңе сәттілік. Бірақ мен мойындамаймын, ешкімге ұтылмаймын. Не істедің Темірлан? Сәттілік тіледі. Одан кейін ешкімді мойындамаймын деді, бірақ жоқтан бар болды. Темірлан, жарайсың, рахмет. Жайғаса ғой. Ал енді бірнеше күннен бері ұйықтамай, түн ұйқысын 4 бөліп жүрген Ақтөрені ортаға шақырамыз. Ақтөре. Сіз таныстыру емес, біреуді жығуға келе жатқан тәріздісіз, Ақтөре. Түсті қалай түсіреді мынау? Немене бөле, ұзын адам ба бәрі? Диана ханым дайындалып жүр дедіңіз ғой, қанша бір аптадан бері? Негізі жарысқа дайындалып жүрмін. Қай жарысқа? Жамбыл облысында чемпионат болады, сояққа барып қайтамын. Сәттілік. Ау? Ал енді Диана ханым кішкене қобалжып бар, бәрінде болады деп ойлаймын. Әрине. Негізі жаттап алғам, просто қоя салайын деп жатырмын. Жарайды. Анда-санда қарай салсаңыз да болады. Болады ғой, қарап отыр. Бәрі қарап отыр ғой. Ал ассалаумағалейкум қазақ елі. Бел буып шыққаннан соң ел алдына бір аллам жар болсын деп сиынамын. Мойынқұм деп шәмшатам жырлап кеткен, дулат шымыр бестеректен тараған Сейсенбекұлы Ақтөре мен боламын. Алтын күміс барит көмірге бай, сұңғыла тамыр сексеуілі шоқтай жанған, арқар бөкен аңқысы әр түрі бар, қойны кең, жайлауы малға толы, Жазылбек атам мен қайратта ер тудырған, Мойынқұмда туғаныма мақтанамын. Қатысушылар қолдау берсіндер, мен энергия аламын. Досқа адал, намысшыл еңбек қормын, жекпе-жек, күрес, спорт десе жаным сүйер. 8 қырлы бір сырлы жігіт бол деп, жетістікке жеткен сайын мақтан етеді. Жобада жеңіске жетсін деп қолдау етіп отқан ауылдасым отбасыма басым деймін. Және де осы қосылайықтан жұбым бар, үйленіп кету ойымда бар. Және Диана ханым айта кетейін, өзім спортивқа киіп не үшін киіп шықты деп айтпай қойсын деп жатқанмын. Бір өзім цитатамды айтып кетейін. Нені? Цитата дей ма? Негізі қалай айтады оны қазақшасын? Нақыл сөз айтып кетейін. Ренжімеңіздер. Спорт денсаулық кепілі дейді. Спорт денсаулық кепілі, еңбек, бәрін жеңбек, Диана ханым. Спортта жүрсең, далада қалмайсың. Не деген цитаталар, рахмет Ақтөре. Жарайсыз. Көтеріп беріп кетейін, кім менден кейін? Нұрсұлтан ба? Сізден кейін Нұрсұлтан. Соңғы түйенің жүгі ауыр. Киімді қатырыпсыз енді Нұрсұлтан, қап-қара болып. Таныстыруды қатырмадым да бірақ деді. Таныстыруды қазір көреміз барлығымыз. Шыны керек дайындалмадым. Үйткен қазір мені шыққан нәрселер дұрыс болмай жатса, текст нәрсе жоқ. Сәлсе қолдап жіберіңіздер, демей, Қаршы? Келістік па? Келістік. Армысыздар ағайын, алдыменен амандасып алайын. Нұрсұлтан атым... Нұрсұлтан атым менім. Жанахан болмайды. Шыны керек, әнерде кәдімгідей қоса сөздер кеп тұрған еді, нәрге шыққан. Қағаз жоқ па? Қағаз жоқ қой сол. Давай еще раз. Енді тағы да көрейік. Біз қарамаймыз. Ұялмаңыз, қысылмаңыз. Менде бұндай болмаушы еді, негіз бар ғой. Айғайдам.
шапалақ ұрмаңда сразу ұрып кетемін. Армысыздар ағайын, алдыменен амандасып алайын. Нұрсұлтандай атым мен емне бар? Ары қарай кетейін ба? 1991-де елі... Қыз негіз күшті еді ден ағам ше. 1991... Микрофонды көтерсек бола ма? Түсіп бара жатыр өзі. Ялып жатыр мен. 1991 егемендігіміз алған күн. Сол жылы Шымкент қаласының бір роддомында Нұрсұлтандай балдарыңыздың туған түн. Мамандыққа келер болса мен ұстазбын. Қосылайықта бір керемет жанға мен мұқтажбын. Осы орайда рахмет күніне жобаға рахмет айтып, өз жарымды тауып, мен де қайтып. Енді көрермендерге не айтайын? Иә. Бір ауыз қолдауларыңыз, бір ауыз сөздеріңіз, мөлдіреген көздеріңіз. Маған да осы.